Ассалаумағалейкум жігіттер, сендермен бірге Ақжол KZ арнасы. Бүгін біздер Free Fire'дан аккаунтқа обзор істейтін боламыз, яғни досымның аккаунтына. Өте керемет аккаунт. Бұл аккаунт деген 2 сезоннан мастер алған екен, өте керемет. Сіздерге қазір бұны озвучка істеп отырмын, сол себептен кішкене кешіріммен қарап отырыңыздар. Так, мына жерде фондар, яғни артқы фон ғой, яғни аккаунттың артқы фондар өте керемет. Фон қараңыздар достар, өте керемет. Бұл аккаунтты бір 15 мыңға тұрарлық аккаунт сияқты достар, қараңыздар. 15 мыңға тұратын аккаунт сияқты, бірақ енді білмеймін, өзі айтады негізі 5 мыңға сатам егер алатындар болса дейді. Бірақ білмеймін, өзі әлі ойланып жүр, сатқысы келеді, бірсе сатқысы келмейді да, сондай. Так, мына жерде фондар өте керемет, өте көп фондар бар екен, өзіміз байқап отырғандай. Қараңыздар, өте керемет фон, бірақ фон бізге маңызды емес. Біздерге енді қазір қарайтын боламыз аватаркасын. Мына жерде аватарка өте көп екен, өте әдемі аватаркалар бар екен. Достар, өте керемет. Енді бұл аккаунтқа достар қараңыздар, 10 мыңға жуық ақша құртқан екен өзі. Енді лутбокс анау бәріне құртқан екен, алмазға құртқан көбінесе. Достар, енді 2 сезоннан мастер алған, өте керемет аккаунттардың бірі. Так, біз соған енді обзор істеп көретін боламыз. Мына жерде рюкзактар, өте керемет рюкзак. Өздеріңізді байқап отырған шығарсыздар. Так, өте керемет. Қараңыздар, қоян түрі бар екен. Мына жерде ұшатын jetpack түрі бар екен. Мәссаған. Мына жерде қанат бар достар, қараңыздар. Мынандай арман жоқ шығар достар, сіздерде болса. Егер де болса комментке жазып кетіңіздер. Менде мынандай аккаунт бар. Егер сатып алам достар, осындай аккаунттар болса, өте керемет аккаунттар болса. Так, мысық түрі бар екен достар, қараңыздар. Білмедім, көз түрі бар екен, мәссаған. Мыналардың енді аттарын білмеймін достар, өздеріңіз білетін шығарсыздар. Free Fire'дан енді көп хабарым жоқ десем де болады, енді келіп жатырмын. Достар, енді осындай контент сіздерге ұнайтын болса түсіретін болам келесі неде. Так, лайктарыңызды басып отырыңыздар. Мына жерде бізде лутбокс ба, білмеймін мен. Мынаны білмеймін достар, мен Free Fire'дан шынымды айтайын. Жай обзор істеп отырмын, сіздерге көрсетейін деп, сіздер білетін шығарсыздар деп ойлаймын. Так, лутбокс өте керемет. Ойнағаныма 1-2 апта болған болар, осы Free Fire негізі бұрын ойнаған болатынмын. 1-2 рет ойнадым, одан қызық емес болғасын кетіп қалған болатынмын достар. Мына жерде парашют, так, өтіп кеттік біз. Так, мына жерде не? Доска дейді, яғни доска деген не ғой? Скейтборд қой, білесіңдер ма достар? Парашюттен секіргенде осы мен енді әдемі түрін тыңдасаңыздар. Мына жерде оружие, өте керемет оружиелер бар екен. Так, мынаны қараңыздар достар. Мынандай болатын болса, сіздерде бар ма достар? Бар болатын болса, менде мынандай бар деп жазып кетіңіздер комментке. Мына жерде АК-40, мына жерде М24 ба? Так, мына жерде АК-47 бар екен. Золотой түрі бар екен достар, қараңыздар. Золотой ма, мәссаған достар, қараңыздар. Жанып тұра ма? Өте керемет екен достар, өте керемет. Мына жерде достар, сіздерде мынандай бар ма достар? Бар болатын болса комментке жазып кетіңіздер, менде мынандай бар деп. Так, мына жерде өте керемет достар, қараңыздар, екеуін қараңыздар салыстырып. Қайсысы әдемі достар, қараңыздар. Мынау ма әлде АК-47 ба? Мынау әдемірек сияқты негізі. АК-47 әдемі әлде, қалай? Сіздерге қайсысы ұнайды? Так, мына жерде умпы бар екен. Умпы дейма, юмпы дейма, білмеймін, бәрі әртүрлі атайды. Так, мына жерде енді көп автоматтардың аттарын білмеймін. Скар ма, білмеймін достар. Енді азғантайын білетін шығармын. АК-47, енді көбін біле бермеймін. АВМ бар ма, мұнда білмеймін достар. Так, Скар ма, қателеспесем сол сияқты, білмеймін достар. Так, өте керемет. АВМ сияқты, да? АВМ мау деймін. Әлде білмеймін достар. Менде PUBG-да енді АВМ дейді андайларда, АВМ ба, білмеймін достар. Мына жерде қылыштар бар екен, сковородка бар екен, өте керемет, әдемі, мәссаған. Керемет достар, қараңыздар. Мына жерде нағыл дейтін еді, фамас жүр ғой достар, өте керемет. Мен жақсы көретін автоматтардың бірі. Фамас өте керемет, я. Так, мына жерде
гранаталар бар екен. Мәссаған достар, қараңыздар. Гранатаның түрін қараңыздар. Еман, жаңа жылдық граната. Так, мына жерде лампочка ма? Лампочка сияқты граната екен достар, өте керемет. Стимпанк дейді. Мәссаған достар. Стимпанк. Мына жерде деген достар, қараңыздар, өте керемет жарылады екен. Әдемі жарылады достар, қараңыздар. Адамның қасына лақтырғанда әдемі жарылып өлетін болады достар, қараңыздар. Өте. Мына жерде бізде деген өте керемет гранаталары бар екен, өте керемет жарылады. Так, мына жерде қандай жарылады екен? Мәссаған достар, қараңыздар, өте керемет жарылып қояды екен өзі. Мына жерде стеналар, өте керемет стеналар. Мәссаған достар, қараңыздар. Түнгі стена бар екен, андай сіздерде бар ма? Так, мына жерде транспортқа кететін болсақ, яғни көліктерге. Мәссаған достар, қараңыздар. Ема, сіздерде мынандай бар ма достар? Бар болса коммент жазыңыздар. Так, мына жерде яғни эмоциялар, өте керемет эмоция. Мәссаған билеп қояды достар. Өте керемет. Так, мына жерде енді біз шлемдерді қараймыз. Шлемдерді енді бас киімдерді қарайтын боламыз. Так, мына жерде персонаж достар. Персонажға кетіп қалыппыз біз. Персонаждан қарайтын болса, өте керемет көптеген персонаждар бар. Форд па, сол бар. Сосын көріп отырғандарыңыздай Адам, тағы не, Мигель бар достар. Антонио бар. Өте керемет. Өте керемет достар, қарап отырсаңыздар. Керемет, я. Мына жерде киімдеріне дейін өте керемет. Мынаның бәрін достар қараңыздар. Ұтып алған, не сатып алғандар бар ішінде. Өте керемет достар, қараңыздар. 15 мыңға енді донат жасаған, енді ақша сала бергенде осылай 15 мыңға дейін жеткен достар, қараңыздар. Бұл аккаунтты енді 5 мыңға сатам деп отыр, енді білмеймін достар. Оны өзі шешер, өзі ойланып отыр, өз досымның. Сатам әлі жоқ па білмеймін. Так, мына жерде өте керемет қыздың бас киімі бар екен, қоян, яғни қой құрсын, ол бізге бармайды. Так, мына жерде пираттікі бар достар, қарап отырсаңыздар, өте керемет пираттың бас киімі. Так, сіздерге бәрін көрсететін боламын. Оу, өте керемет шляпа достар, қараңыздар. Өте керемет. Жоғарында очки ма бірдеме тұр ғой. Оу, кук достар, қараңыздар, парик кук түрі бар екен. Мынандай шашымен, оу, ковбойский дейсің ғой да. Так, мына жерде өте керемет. О, достар, қараңыздар, ема достар. Тауықтың бас киімін киіп алғансың ғой да. Тауықтың, яғни курица. Өте керемет достар, қараңыздар. Қарап отырсаңыздар, өте керемет заттар бар екен мына жерде. Так, париктер екен ғой бұл да, достар. Бұл яғни бас киімге киетін париктерді бар екен. Осындайды көбі киет, білмеймін достар. Free Fire'дың ойнағанда осындайларды көбі көрем, білмеймін. Осындайлармен париктермен жүреді. Көбінесе осындайларды көретін болам достар. Так, өте керемет заттар бар екен мына жерде. Так, мына жерде Аязатанский дейма, типа жаңа жылдық нәрселері бар екен мына жерде. Так, қарап өтейік біздер. Бас киімнің барлығы бар екен мына жерде достар. Қарап отырсаңыздар. Так, бізде золото өте көп екен достар, қараңыздар. Мына жерде алмазда жетерлік екен, өте керемет. Мәссаған, мына прическа маған ұнап қалды достар. Достар, қараңыздар. Оу. Өте керемет шляпалар бар екен. Достар, қараңыздар. Оу, клоун түрі бар екен достар, қараңыздар. Мұндайлар ұнайды енді маған достар. Рицар дейді, мәссаған. Ниндзя ману. Басына маски болған екен. Өте керемет. Маған манағы клоун ұнап тұр. Оу, достар, қараңыздар. Мынаны енді білем мен. Манағы не? Египетский бірдеме, короче, достар, білетін шығасыздар. Сол масканы көбі тағып жүрді негізі алдыңғы сезондарда. Оу, өте керемет маскалар бар екен мына жерде. Қалғандар енді ескі болар. Өте керемет достар. Енді мұндайлардың менде бірі жоқ шығар, я. Алдағы уақытта жететін шығармыз бұндайларға да. Енді бастағаныма 1-2 апта болған болар. Бұл енді досымның аккаунты, сіздерге айтып өткендей. Так, мына жерде керемет маскалар бар екен. Мына маска енді маған ұнамайды, шынымды айтайын. Ұнамайды. Так, мына жерде еліктің маскасы бар екен, елік пе тасында тұрған. Так, мына жерде, оу, асқабақ дейсің. Мына еліктің маскасы.
елік ба білмеймін достар. Өте керемет ойына жібере берді бізге. Ема достар, қараңыздар, үндістің несі, мынау мотоциклге тағатын сондай анау өте керемет маскалар екен. Достар, қараңыздаршы, бұл енді 15 мыңға донат жасаған екен. Өте керемет заттары бар, 15 мыңға тұратын шығар деп ойлаймын енді. 15 мыңдай құртқан екен, енді яғни ақша сала беріп, донат жасап. Енді бұның көбін сатып алған, көбін ұтып алғандары бар енді. Достар, қараңыздар. Ема, өте керемет. Оу, маскалар бар екен достар, қараңыздар. Типа түнде жататын ғой дейсің ғой да, достар. Так, ендігі біздер киімге етек, киімдерден өте керемет киімдер бар екен. Осының киімдері ұнайды достар, қараңыздар. Мен алдында 1-2 рет қарап өткен болатынмын киімдерінен. Енді киімдеріне қызығам көбінесе. Өте керемет киімдер, қараңыздар. Сауыт бар, мәс саған. Ема достар. Чужой доктор дейма, білмеймін. Чумой доктор дейді. Достар, өте керемет сауыттар бар екен. Снежной воин дейді. Яғни қыста киетін воин деп тұр ғой, да. Осы киім ұнады маған енді, снежной. Осы киім ұнады маған, ақ киімді. Өте керемет. Мына жерде якутсо дейсің ғой да. Сондай костюм бар екен. Костюмдар бар екен мына жерде. Так, баскетбольский. Так, мына жерде өте керемет заттар бар екен. Аттарын көп біле бермеймін, шетінде тұрған болар, сіздер көріп отқан шығарсыздар деп ойлаймын. Мына жерде өте керемет заттар бар екен достар, қарап отырыңыздар. Так, қарап отырыңыздар, өте керемет заттар. Мына жерде куртка, тағы толстовкалар бар екен. Өте керемет достар. Айта берсең өте көп заттар бар бұл аккаунтта, өте, бұның бәрін таныстырам дегенше өте көптеген уақыт өтеді достар, қараңыздар. Ема, заттар өте көп қой достар мына жерде. Так, мына жерде киімдер өте көп, өте. Так, мына жерде толстовкасы бар. Типа, бандитский киім сияқты болып тұр ғой да, достар. Сіздерге ұнап жатыр ма осындай рубрика? Қазіргі таңда дамып келе жатқан рубриканың бірі. Яғни, типа, обзор на другума, сондай бірдеме достар. Так, ең қымбат аккаунтқа обзор дейма, сондай рубрика екен. Бұл сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ұнаса лайк басыңыздар, арна тіркеліңіздер. Егерде тіркелмегендер болса арамызда, тіркеліп отырыңыздар. Так, мына жерде өте керемет футболкалар бар екен достар, қараңыздар. Рубашкалар бар екен даже. Қойнау жібере берді, шаршамайды екенбіз. Мына жерде толстовка ма, так, қарап өтек бәрінде. Бар, шаршап жібере бермейді, шаршамайды екен. Достар, қараңыздар, каратистің несі бар екен, киімі бар екен бізде. Өте керемет достар. Киімдер өте көп, қарасаңыздар. Ема. Так, біздер енді шалбарына келейік. Шалбары өте керемет, яғни дамбал дейма, сіз жақта қалай етеді? Біз жақта енді батыс жақта енді білмеймін. Шалбар дейді. Кейбір жақта білмеймін достар. Қазақстанның кейбір жағында дамбал дейтін, яғни осындай бұтқа кетінді. Қызық естіледі достар, қарасаңыздар. Біреуден естіген болатынмын, дамбал сатып алдың ба деген сияқты достар. Қарап отсаңыздар, мына жерде өте керемет шалбарлар бар екен, яғни бұтқа киетін. Достар, қараңыздар. Ана Британияда тағатын бар емес па достар, қарасаңыздар енді. Британияда осындай юбка киеді жігіттер. Сондай бар екен достар. Қызық достар, қарасаңыздар. Өте керемет көптеген. Міне достар, сіздерге көрсеттім ана. Мына жерде шортилар бар екен, өте керемет. Шалбар бар екен. Мынау шаршамайды екен, жібере беріп бар ғой қасымда. Так, керемет шалбарлар бар екен достар, қараңыздар. Корженима, корейскима, сондай сфурлер дейді, сфурлер ма. Так, өте керемет. Шорты 4 миллион лайков дейді. Ема достар, қараңыздар, 4 миллион лайк. Яғни обновление болған болатын достар. Сонда бір бас киім берген болатын, 10 миллион ба, соны тағысаң, типа рейтингтен топ бір алатын болсаң, саған көптеген нелер береді. Купон ба, білмеймін достар. Сондай
жеңілдіктер бере ма, сондай бірдеме достар. Так, мына жерде аяқ киімге келетін болсақ, етік бар екен. Мәссаған. Біз қыстан кеттік қой, бауырым-ау. Мына жерде етіктер, кроссовкілер бар екен. Так, біз енді етік кимейміз ғой, кроссовка киеміз ғой да. Шортик, аяқты шортик. Ботта шортик, аяқты етік болса қалай болады ол, а? Бізге деген мынандай бір кроссовкілер болатын болса болды ғой. Смело жүретінміз ғой да. Так, мына жерде өте керемет аяқ киімдер бар екен. Сіздерге таныстырып өтейін. Өте керемет достар, қарасаңыздар. Мынандай білмеймін достар, мынандай аяқ киімдер болатын болса өте керемет болушы еді. Так, араларыңызда достар аккаунт сататын жігіттер болатын болса, маған LS шығыңыздар, немесе өздеріңіз комментке жазып кетіңіздер. Достар, мен өзім баратын болам. Өзім білмеймін достар, сөйлесіп қарайтын боламыз. Егерде осындай сіздерде осындай аккаунттар болатын болса, комментке жазып кетіңіздер. Егер енді алдайым деп ойламаңыздар, алдайтын адамдар керек емес. Так, мына жерде бізде шортимен, мана кроссовкамен енді үйлеспей тұрған секілді. Так, аяқ киімімізбен так үйлеспейтін нәрселер тауып алдық қой біз. Міне красный достар, қараңыздар, мына жерде көк кроссовки киіп алдық. Үстіміздегі шамалы болар, достар. Міне подсветка болып қалды мана да. Дұрыс аяқ киімді таңдай алмай жатып достар, қарасаңыздар, өте керемет достар, қараңыздар. Мына жерде аяқ киімдердің түр-түрі бар ғой достар. Қарап отырсаңыздар, өте керемет аяқ киімдер бар екен. Так, мына жерде сары золотистый аяқ киім. Өте керемет достар. Бұл сөзді мен көбінесе айтқан болатынмын достар да. Өте керемет деп, себебі бұл аккаунтқа сондай лайық достар. Мына жерде деген голубойский ма, ол не аяқ киім? Мыналар шаршатты жібере беріп. Так, мына жерде деген қараңыздар достар, мынандай асты үстімен бар екен. Өте керемет достар. Қараңыздар, шок болып отқан шығарсыздар, достар. Өте мынандай керемет аккаунтқа. Достар. Мынандай керемет аккаунтты енді білмеймін достар. 15 мыңдай құртқан екен, ойлаңыздар. Енді салай берген еді, сөйтіп 15 мыңдай жиналып қалған екен. Өзі бәрін есептеп шығарды. Достар. Саған мына жерде қыздың несі бар екен достар, қыздың киімдері бар екен. Достар, қараңыздар. Өте керемет қыздың киімдері бар екен. Достар, қараңыздар, прическасы бәрі әдемі келеді. Тауық кигізіп қойған қалай кетті достар. Мынандай бейсболкалар бар, енді париктерін қараңыздар достар. Енді осындай қыздың киімдері өте әдемі достар. Өте керемет екен, қыздың киімдері жігіттерге қарағанда қыздың киімдері кішкене әдемі көрінеді екен. Мына жерде еліктің киімдері бар. Так, енді қызға мана кролик тигізіп қойсаң өте керемет болушы еді. Так, мына жерде маскалар бар екен, қызға арналған. Өте керемет достар. Осындай рубрика сіздерге ұнаса, смело лайктарыңызды басыңыздар, арна тіркеліп отырыңыздар достар. Егерде осындай ең қымбат аккаунтқа обзор десеңіздер, осындай комментке жазып кетіңіздер, тағы түсірші деп, немесе ұнаса тағы түсірші деп айтып кетіңіздер достар. Міндетті түрде коммент жазуды ұмытпайық достар. Өте керемет мына жерде киімдер бар екен. Мен қазір сіздерге не түсіріп отырмын, яғни озвучка істеп отырмын. Мен түсіріп алдым негізі, озвучка істеп отырмын сіздерге. Так, мына жерде өте керемет киімдер бар екен. Так, мына жерде бұтқа киетін шалбар қыздарға. Арт қарап тұрған несің, жынды ма? Жынды екен, арт қарап киініп атады. Так, мына жерде мана юбка киетін бар емес па? Сол бар екен мына жерде. Британияның ба сондай жігіттер юбка киеді, сондай бар екен. Мына жерде өте керемет шалбарлар бар екен қыздардың. Айтып өтетіндей. Джинсовка бар екен мына жерде қыздарға арналған. Шорти киген кішкене бір түрлі сияқты. Мына жерде саған аяқ киімдерді қараңыздар достар.
туфли бар екен. Ема достар, қарасаңыздар, керемет достар, қараңыздар. Қанаты бар ма ноузет достар? Ема неше түрлі қыздарда аяқ киімдер бар екен. Так, енді общийға келейік. Общийда мәссаған достар, қараңыздар, кролик па ноузет? Ема достар, кроликтің нелері бар екен. Так, мына жерде жігіттердің яғни наборлары, набор яғни бұл сатып алынған акы нелер секілді, менімше или купоннан түскен бекен наборлар екен. Өте керемет наборлар бар достар, қараңыздар. Үндістердің наборлары бар, мәссаған. Үндіс па ноузет достар? Так, мына жерде алмаз, өте керемет достар, қарап өтсеңіздер. Мінекей достар, мынау сарбаздың киімі ғой да, яғни қазіргі таңда дамып келе жатқан сарбаз бауырымыздың сондай типа несі, персонажы. Өте керемет, маған да сол персонаж ұнайды достар, өте керемет. Так, мына жерде деген ноузет достар, 100% золото, опыт дейді. Бұл опыт екен, плюс 100% опыт. Мына жерде магический, так, ал дейді, мынау жетон, да достар? Бұл жетон, мына магический кубик, мынау білмеймін достар, мына жерде өткізіп жіберіп жатырмын. Өте керемет аккаунт достар. Осы мен енді осы аккаунтта сіздерге таныстырдым деген ойдамын достар. Иә достар, мына қараңыздар, өте керемет нелер бар екен. Так, скидка жасайтын купондар бар екен мына жерде. Карта смены измены ма бірдеме дейді достар. Өте керемет аккаунттардың бірі достар. Енді ең қымбат аккаунт болмаса да достар, әлемдегі ең қымбат аккаунт болмаса да, енді соларға тұрарлық аккаунт енді қазіргі таңда енді қазақ ютубында енді достар өте керемет аккаунттардың бірі десем де болады. Мына жерде золотой жетон ба, білмеймін, жетон юбилейский. Так, мына жерде толып тұрген достар, өте керемет заттар. Так, осымен видеом аяқталды. Сіздерге осы видео ұнаса лайк басыңыздар, арна тіркеліңіздер. Давайте достар, аман сау болыңыздар. Давайте.